Зейнетке шығу үшін қандай құжаттар керек? Бірінші, зейнетақы қорында қандай шот ашуға болады? Екінші, құжаттарды рәсімдеу үшін қайда бару керек? Үшінші, зейнетақы рәсімдеуге қандай құжаттар қажет? Төртінші, еңбек кітапшам жоқ болса не істеймін? Бесінші, құжаттарды тапсырған соң не болады? Алтыншы, ең төменгі зейнетақыны кім алады? Жетінші, зейнетке кім ерте шыға алады? Сегізінші, шетелдік болсам немесе Қазақстан Республикасының азаматтығым болмаса, зейнетақы ала аламын ба? Тоғызыншы, бірыңғай жинақтық зейнетақының салымшысы қайтыс болса, жинағын кім алады? Оныншы, азаматтығымды ауыстырып шетелге көшсем не істеймін? 11-ші, қандай жағдайда салымшы зейнетақы қорындағы жинағын бірден ала алады? Деген сұрақтарға жауап іздесеңіз, соңына дейін қараңыздар. Зейнетке шығу үшін халыққа қызмет көрсету орталығына құжат тапсырмас бұрын оны қалай жинап, қайда жүгінуге болатыны, төлемдерді есептеу тәртібі мен әдістемесі туралы ақпарат ұсынады. Зейнетақы қорында қандай шот ашуға болады? Зейнетақы қорында 3 түрлі шот ашуға болады. Бірыңғай жинақ зейнетақы қорында шоты туралы ақпараттарды тек әр адамның өзі білгені дұрыс. Бірінші, міндетті зейнетақы шоты, екінші, міндетті кәсіптік зейнетақы шоты, үшінші, еріктік зейнетақы шоты. Біріншісі, міндетті зейнетақы шоты, ол автоматты түрде ашылады. Ең бірінші төлем жасалғанда, яғни жұмыс беруші жарнаны жіберген кезде құжаттарда көрсетілген деректемелер бойынша зейнетақы шоты ашылады. Кейін міндетті жарна осы шотқа аударылып отырады. Екіншісі, міндетті кәсіптік зейнетақы шоты. Бұл шот денсаулыққа зиян қызметтерді атқаратын азаматтар үшін ашылады. Мұндай мекемелерді үкімет белгілейді. Азаматтар өзінің жұмыс берушісімен бірге зейнетақы қорына келіп, шот ашып ақшаны жинай алады. Үшіншісі, ерікті зейнетақы шоты. Бұл шотты азаматтар цифрлық қолтаңбамен ашады. Онда құжатты жұмыс беруші арқылы жинауға, туған-туыстары қосылып, бірге ақша салып отыруға болады. Екінші, құжаттарды рәсімдеу үшін қайда бару керек? Құжаттарды рәсімдеу үшін азаматтарға арналған үкімет, мемлекеттік корпорацияларына өтініш беру керек. Оны біз халыққа қызмет көрсету орталығына, яғни орысша атауы Центр деп білеміз. Өтінішті электронды үкіметтің egov.kz онлайн порталы арқылы да беруге болады. Ол үшін электронды цифрлық қолтаңба болу керек. Яғни ЭЦП-ключ. Порталға тіркелген соң азаматтарға арналған қызметтердің ішінен әлеуметтік қамсыздандырудың, оның ішінде әлеуметтік базалық зейнетақыны тағайындау қызметін таңдап, қызметке онлайн тапсырыс беру дегенді басу керек. Өтінішті толтырып, ЭЦП арқылы қол қоясыз. Порталдан өтініміңіздің статусын, мәселен мақұлдағанын немесе қызмет көрсетуден бас тартылғанын бақылап отыруға болады. Зейнетақы рәсімдеуге қандай құжаттар қажет? Зейнет жасына жеткен кез келген Қазақстан азаматы зейнетақы төлемдерін алу үшін бір қатар құжат ұсыну керек. Жеке басын куәландыратын құжат, мекенжай анықтамасы, банк шотының номері, жұмыс орнының табысы туралы және міндетті зейнетақы жарналары туралы анықтамалар, еңбек кітапшасы, білімі туралы диплом, әскери билет, неке туралы куәлік, егер тегі әртүрлі болса, әйелі мен балаларының құжаттары қоса беріледі. Балалардың туы туралы куәліктері, еңбек өтілін растайтын құжат болмаса, мұрағаттық анықтама мен сот шешімін ұсынуға болады. Туы туралы куәліктер болмаса, акт жазбасынан үзінді көшірме немесе азаматтық хал актілерін тіркеу туралы анықтама ұсынуға болады. Халыққа қызмет көрсету орталығындағы мамандарының тізімінде көрсетілмеген құжаттарды талап етуге құқық жоқ. Құжаттарды жинағаннан кейін міндетті түрде зейнетақы алу туралы өтініш беруіңіз керек. Ол үшін халыққа қызмет көрсету орталығына бару қажет. Құжат тапсырған соң арнайы талон аласыз. 10 күн жұмыс күн ішінде еңбек, әлеуметтік қорғау және көші-қон комитетінің департаменті зейнетақы тағайындау немесе тағайындаудан бас тарту туралы шешім шығарады және сізді хабардар етеді. Қосымша құжаттар ұсыну қажет екендігі туралы ақпарат сізге 5 жұмыс күн ішінде берілуге тиіс. Құжаттарыңыз дұрыс жолданбаса, сізден оларды ретке келтіруді талап ету мүмкін. 30 жұмыс күн ішінде құжаттарыңызды қалпына келтіріп, қайта өткізуге мүмкіндігіңіз бар. Еске сала кетейік, Қазақстанда ерлердің зейнетке шығу жасы 63, әйелдер үшін 61. Әйелдердің зейнет жасына кезең-кезеңмен көтерілуі 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап 61
жарым жасқа толғанда, 2025 жылы 1 қаңтардан бастап 62 жасқа толғанда, 26 жылы 1 қаңтардан бастап 62 жарым жасқа толғанда, 2027 жылы 1 қаңтардан бастап 63 жасқа толғанға. Төртінші, еңбек кітапшам жоқ болса не істеймін? Мұрағат анықтамасын немесе сот шешімін ұсынуыңыз керек. Мұрағат анықтамасын жұмыс орнынан сұрауға тура келеді. Кәсіпорын жойылып кеткен болса, қалалық мұрағат бөліміне жүгіну қажет. Компаниялар жабылатын кезде барлық құжатын сонда тапсырады. Еңбек кітапшасы бар, бірақ онда жұмыс істеген жерлердің бәрі көрсетілмесе, еңбек өтіліңізді кәсіпорыннан анықтама әкеліп дәлелдей аласыз. Еңбек кітапшасы жоқ болған жағдайда да осылай істеу керек. Қалалық мұрағат бөлімінде де қандай да бір себепкерлермен қажетті құжаттар болмаса, сотқа жүгіну керек. Еңбек өтілімін дәлелдеуге бұрынғы әріптестеріңіз куәгер бола алады. Кем дегенде 2 болуға тиіс. Олар шын мәнінде сол компанияда жұмыс істегеніңізді растайды. 5. Құжаттарды тапсырған соң не болады? Халыққа қызмет көрсету орталығына талон береді. 10 жұмыс күн ішінде еңбек әлеуметтік қорғау және көші-қон комитетінің департаменті зейнетақы тағайындау немесе тағайындаудан бас тарту туралы шешім шығарады. Бұл туралы SMS келеді, немесе халыққа қызмет көрсету орталығынан білуге болады. Құжаттар дұрыс жолданбаса, оларды ретке келтіруді талап етуі мүмкін. Оны 30 жұмыс күн ішінде істеу керек. Зейнетақы тағайындалғаннан кейін халыққа қызмет көрсету орталығы зейнеткерлік куәлігін береді. 2021 жылдың 1 тамызындағы жағдай бойынша зейнетақы төлемдердің орташа мөлшері базалық зейнетақыны қосқанда 99.921 теңге. Ең төменгі зейнетақы мөлшері 43.272 теңге болып бекітілді. Ал минимал базалық зейнетақы төлемі 18.524 теңге. 2040 жылдан бастап Қазақстанда ынтымақты зейнетақыны алып тастау жоспарланып отыр. Мұндай жағдайда тек 16.037 теңгелік базалық зейнетақы қалады. Алайда ынтымақты және базалық зейнетақыны ең төменгі кепілдендірілген зейнетақымен алмастыру мәселесі де қарастырылып жатыр. Зейнетке кім ерте шыға алады? 5 және одан да көп бала туған немесе асырап алған және оларды 8 жасқа дейін тәрбиелеген әйелдер 53 жастан зейнетке шыға алады. Қосымша төмендегі құжаттар талап етіледі. Баланың туу туралы куәлігі, балалардың жеке куәлігі, балалардың оқу орнындағы оқығаны туралы құжат, балалардың мекен-жай анықтамасы, неке қию туралы немесе неке бұзу туралы куәлік, балалардың қайтыс болғаны туралы куәлік бар болған жағдайда бала асырап алу тәрбиесі алу туралы сот шешімі. 1949-1963 жылдар аралығында Семей ядролық сынағы алдында тұрған ерлер 50 жастан, әйелдер 45 жастан зейнетке шығады. Зейнетақыны тағайындау үшін 1949 жылдың 29 тамызынан 1963 жылдың 5 шілдесіне дейін 5 жыл ішінде радиация қаупі бар және төтенше аймақта тұратынын растайтын құжат ұсыну керек. Шотында жеткілікті сома болса, өмір сақтандырылатын компаниялармен зейнетақы аннуитеті туралы келісімшартқа отырған азаматтарда мерзімінен бұрын зейнетке 50 жастан шыға алады. 2019 жылы әйелдерге бұл сома 13.296.000 теңге, ерлерге 9.710.000 теңге болып белгіленді. 8. Шетелдік болсам немесе Қазақстан Республикасының азаматтығым болмаса зейнетақы ала аламын ба? Қазақстан аумағында тұрақты тұратын шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдар Қазақстан Республикасының азаматы секілді зейнетақы жүйесіне қатысуға құқылы. Мәселен, сіз қазақстандық компания жалдап алған шетел азаматсыз делік. Қазақстанда жұмыс істеп жатқанда жұмыс беруші сізге басқа да қызметкерлермен бірге зейнетақы жарнасын аударады. Қазақстаннан кеткен жағдайда сіз жинақталған соманы ала кете аласыз. Оны құжаттарды қабылдағаннан кейін 10 күн ішінде төлеу керек. Қазақстандықтар сияқты зейнетақы әр ай сайын алып тұру мүмкін емес. Азаматтығы жоқтарда да солай. Сізге халыққа қызмет көрсету орталығының көші-қон қызметіне жүгініп, шетелдік құжаттарды көрсете отырып арыз жазу керек. Шет тіліндегі барлық құжатты мемлекеттік немесе орыс тіліне аудару қажет. Азаматтығы жоқ тұлғаларға аттас куәлікті ұсыну керек. 9. Бірыңғай жинақ зейнетақының салымшысы қайтыс болса, жинағын кім алады?
Жеке зейнетақы шотындағы қаражат салымшының меншікті ақшасы болып саналады. Салымшы қайтыс болса да, бұл ақша мерзімсіз сақталады. Салымшы қайтыс болған жағдайда оның жинағын мұрагерлері ала алады. 10-шы, азаматтығымды ауыстырып шетелге көшсем не істеймін? Бірыңғай жинақ зейнетақы қорындағы қаражаттарыңызды алып кетуге құқылысыз. Бастысы, тұрақты тұруға көшу құжатын дұрыс рәсімдеу керек. Бұл басқа мемлекетке көшетіндердің бәріне қатысты. 11. Қандай жағдайда салымшы зейнетақы қорындағы жинағын бірден ала алады? Азамат шетелге көшіп басқа елдің азаматтығын алғанда, салымшы қайтыс болған жағдайда жинағы мұрагеріне беріледі. Бірінші, екінші топтағы мүгедек жандардың зейнеткер болуы да мүмкін. Қалған жинағы 12 төменгі зейнетақы мөлшерінен аз болған жағдайда. Ал мына жағдайда салымшылар зейнетақы жүйесіндегі жинағын ай сайын ала алады. Белгіленген зейнет жасына жеткен кезде ер адамдар 63 жаста, әйелдер 59,5 жаста. Азамат біріне екі топ мүгедегі болып танылса, ер адамдар 55 жасында, әйел адамдар 51,5 жасында зейнетақы аннуитетін реттесе. Ақпаратым пайдалы болса, арнаға жазылып, лайк басып, қолдап қойыңыздар. Назарларыңызға рахмет.